Төртінші бүгінгі тігетін құрағымыз жебе құрақ деп аталынады. Жебе құрақты осындай зебралап тіксеңіздер де болады, немесе бір ғана түстен тігуге болады. Осындай үш бұрыш парша салып, түріне қарасаңыздар шынымен жебе сияқты. Бізге осындай 20-20 хабы мата керек. Оның екі бұрышын қосып сызып аламыз. Және 4-4 сантиметрде бізге мата қиып аламыз. Қандай түстен тігеміз, сол түстен қиып алсаңыздар болады. Сосын оны 5 сантиметр етіп тігеміз. Закрепка беріп, жібімізді қиып аламыз. Матаны екінші жағына аударып, менің қызыл түстен тігейін деп жатырмын. Тек қана бір түстен қызыл қиындыны алып, түгін төмен қаратып тігеміз. Әр тіккен сайын ұмытпау керек, түгін төмен қаратып, қолмен сипап отырып тігеміз. 0,5 сантиметр. Артқа жылжып, мәреге тоқтаймыз. Инені қойып, қолымызбен басып өтіктейміз. Екінші қызыл жүргіземіз. Закрепка береміз. Жібімізді қиып аламыз. Енді үстіне осындай қиып алған 4-4 сантиметрдей паршамызды қойып, алдыңғы тырнақ құрағандай етіп, үстіне қақ ортасынан тігеміз. Бұрыштарын бұрышына келтіріп, осылай қақ ортасынан тігіп аламыз. Закрепка береміз. Жібімізді қиып алсаңыз да болады, қимай тіге берсеңіз болады. Келесі қызыл бұрышымызды артқа қайырып, үстіне қызыл полоскамызды қойып, осылай 0,5 сантиметрмен тігеміз. Закрепка беріп, артқа жылжып мәреге барып тұрамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, бәрі түсінікті. Закрепка береміз. Міне, көрдіңіздер ме? Жебе құрағы пайда болып келе жатыр. Келесі тағы да парчамызды, 4-4 размердегі парчамызды тағы да тігіп аламыз. Бұрышқа қойып. Түгін төмен қаратып, қызыл полосканы жүргіземіз енді. Бастаған кезде, аяқтаған кезде закрепка беруді ұмытпаңыздар. Артқа жылжып мәреге тұрамыз. Инені матадан суырмаймыз. Міне, көрдіңіздер ме? Жебеге ұқсап келе жатыр. Негізі алдыңғы видеода айтқандай, бұндай парча мүлдем қолданбаңыздар. Бұл өте нашар парча, шашылып қалады. Көрдіңіздер ғой, жылтырлары уже түсіп жатыр. Сапалы түрін қолданыңыздар. Паршаның сапалысын, корейский дегені ең жақсы. Ода жылтыры кетпейді, жусаң да кетпейді, пайдалансаң да жылтыры түспейді. Сол үшін тек қана корейскийді қолданыңыздар.
Міне ең соңғы этапқа келдік. Енді 2-3 миллиметр етіп осылай айналдырып тігіп шығамыз төрт жағынан. Бұрышқа келгенде инені көтермейміз. Ине матада қалу керек, лапканы көтеріп айналдырамыз. Тігіп болдық. Енді артық маталарын қиып тастаймыз. Міне жебе құрағымыз дайын.